Сәлем достар, қаларыңыз қалай? Үйде жұмыртқа таусылып қалды, қандай пирог жасаймын деп уайымдап жатсаңыздар, мен сіздерге бүгін осындай керемет пирогты ұсынамын. Тіпті бұл пирогтың ерекшелігі 15 минутта микроволновкада дайын болады. Сенбесеңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Біз енді таза ыдысымызға құрғақ ингредиенттерімізді салып аламыз. Ең алдымен ұнымызды саламыз, сосын үстіне какаомызды саламыз, сосын разрыхитель және де сахарды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын біз сливочный майымызды ерітіп құямыз, сосын жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, қою масса жасап шығамыз. Достар, міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Міне достар, осылай қою керемет қамырымыз шығады. Сосын біз оны микроволновкаға 10 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне керемет әрі жұмсақ болып пісіп шықты. Достар, қараңыздаршы, көлемі де қандай күшті. Осылай енді белкамен жақсылап тесіп шығамыз. Сосын шоколад пен сүтті араластырып, ерітіп, бетіне құйып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша істесеңіздер болады. Бетін сәндесеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Достар, мінекей, осылай құйып шықтым. Міне менің пирогым дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге де бұдан да керемет және де пайдалы ақпараттармен, рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Рецепт ұнаса, достарыңызға, құрбыларыңызға жіберіп, комментариялар қалдыруды ұмытпаңыздар.